Мен Абдикаликова Гаухар 1969 жылы Кентау қаласында дүниеге келдім. Қазіргі таңда мен Жаңақорған ауылындағы күкірт қышқыл заводында зертханасында лаборант болып жұмыс жасаймын. Әрине, менің жұмысым өзіме ұнайды. Менің міндетіме кіретін жұмысым күкірт қышқылын, газ, су анализдерін талдау. Мен компанияға келу себебім, жас күнінде шешем лаборант болып тоже жұмыс істеді, пенсияға шыққанша. Сол кісінің қасында жүріп, мен осындай болсам екен, ақ халат киіп, шешем сияқты лабораторияға барып жұмыс істегім келді. Сол себептен осы күкірт қышқыл заводына келдім. Содан осы жерге жұмысқа қабылдандым. Отбасым туралы айта кетсем, менің әке-шешем және 4 бауырым бар. Әке-шешем қазіргі таңда зейнеткер кісілер, бауырларым бәрі өз отбасымен бала шағалы. Мен өзім қазіргі таңда бір бала асырап отырмын. Айрықша есте қалғанда 2012 жылы маусым айында мен жұмысқа қабылдаған күннен бастап осы зертханаға келгенде қыздар мені құшақ жая қарсы алды. Мен де оларға бірден үйреніп кеттім. Тіл табысып кеттім. Жұмыстан бөлек мен бос уақытымда тоқыма тоқып, өзімнің інілеріме, бауырларыма тоқыма тоқып үйретемін. Легкий атлетикамен жүгіремін. Неше түрлі шараларға қатысқан, волейбол, баскетбол ойнаймын. Компаниямызда атап өтетін бізге карточка береді, уақытылы жылына емделіп тұруға карточка беріп тұрады. Және жалғыз өзім емес, отбасыма да беріледі, балам да алады карточка осы жерде. Және вахтовый городокта жатқандықтан ол жерде жағдайы жақсы жасалынған, 2 адам тұрамыз, 3 мезгіл тамағымыз бар. Маған даму құндылығы өте ұнайды. Бұл жұмыста мені жылына Алматыға оқуға жіберіп тұрады. Мен уақытта мамандығымды оқып, осы жерге келіп, өзімнен кейінгі жас мамандарға тәжірибемді үйретуге атсалысамын. Менің өмірдегі ұраным осы жерден жақсы өзімді көрсетіп жұмыс істеу және өзімнен кейінгі келген жас мамандарға тәжірибемді үйрету.